Бұл студенттер осыдан былай таңғы сағат 8-ден түскі 2-ге дейін 4 еңбек жасақтарында жұмыс істейтін болады. Жылдағыдай құрылыс, экологиялық және медициналық жасақтардан басқа биыл алғашқы рет еріктілер жасағы да құрылды. Олар 1 шілдеден бастап жұмысқа кіріседі. 5 күн жұмыс істеп, сенбі, жексенбі демалады. 1 ай бойы істеп, жолақыларын алатын болады. Негізгі еңбекақының көлемі 25 мың теңге. Оның ішінен зейнетақы есеп алынады. Оның үстіне қазан айында 17 мың теңгеден аса республикалық қосымшаға қалады. Құрылыс жасақтардың жартысы Жасыбай демалыс орнында жұмыстарын бастап кетті. Қалғандары қала кәсіпорындарында еңбектенеді. Экологиялық жасақ қала көшелерін абаттандырса, жылдағыдай 10 студент флора қожалық шаруашылығында ақша табады. Еріктілер жасағының мүшелері ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап 25 ауланы тазалайды. Біз волонтерлық жасақ осы қаламызды көркейтіп, дамытуға үлесімізді қосамыз деп сенемін. Студенттерді еңбек семестрінің ашылуымен жастар бастамасын дамыту орталығының жетекшісі Раушан Садықова, штаб жетекшісі Гүлнар Кәрімова және жұмыс беруші Александр Кулаков құттықтап, табыс тілеп, техника қауіпсіздігін сақтауды ұмытпауға шақырды. Студенттер болса, қала игілігі үшін еңбектенуге салтанатты түрде ант берді. Біз студенттік еңбек отряд сарбаздарының қатарына кіре отыра салтанатты түрде ант етеміз. Қала аулаларын, балалар алаңдарын қалпына келтіруге ант етеміз.